көбінесе біздің ошибка, біз телефонға көп үңіліп кетеміз да. Массаж маманы ретінде сіз неге қазіргі уақытта дисплазия көп балалардың арасында? Детский массаж балаларға не үшін қажет? Түркістан қаласында номер 1 массаж орталық деп айтсақ болады. Көп тарап кеткен нәрсе ол бізде дисплазия, яғни ұршықтың дамуы. Қайырлы кеш, құрметті Абылай Қалдарбек YouTube каналының оқырмандары, құрметті менің жазушыларым. Біз уәде еткендей, бүгін біз белгілі маман иесімен сұхбат жүргіземіз. Мен өзімнің Instagram парақшамда опрос жасаған болатынмын бірнеше күн бұрын. Бізге қай маман керек, бірінші қай маманнан бастайық, қай маманға қандай сұрақтарыңыз бар деген секілді. Соның ішінде кең сұраған, аудиторияның көптеп сұраған мамандарының бірі невропатолог және балалар массажисті. Енді мен төменде Instagram парақшамды қалдырып кеттім. Сіз сол жаққа жазылып, қосымша ақпараттар алсаңыздар болады. Түрлі бала күтімі бойынша, бала денсаулығы және үй жағдайында көрсететін біріншілік көмек бойынша сіздерге бірнеше ақпараттар сол жерге қамтылған. Подписация етіп, менің тұрақты оқырмандарымның қатарынан болуыңызды сұранамыз. Бүгінгі біздің айдардың қонағы детский массажист, ментор специалист, Бөбек массаж орталығының негізін салушы. Айта кетейік, Түркістан қаласында номер 1 массаж орталық деп айтсақ болады. Себебі массаж саласында дамып жатқан техникаларды, жаңа әдістердің барлығын бірінші болып Түркістан қаласына, жалпы Түркістан аналарына және бөбектеріне қолжетімді қылып жасап жүрген Әсем Оразбек қызы. Бізде массаж саласында тәжірибесі 8 жыл және массаж мамандарына менторлық қызмет атқарады бұл кісі. Әсем ханым, қайырлы кеш дейміз сізге. Біздің бүгінгі айдарға қош келдіңіз. Енді мен сізге негізгі сұрақтардан бастайық, негізгі сұраққа көшейік. Бізде қазір массаж кеңінен жасалынады балалардың арасында. Былайша айтқанда, екі баланың бірі міндетті түрде балалар массажистінен массаж курсын алып жатады. Енді детский массаж балаларға не үшін қажет? Қайырлы кеш, құрметті оқырмандар. Бала массажы жалпы баланы дүниеге келгеннен кейін 2-3 ай аралығында бала алғашқы өзінің массаж курсын алып бастайды. Оның қажеттілігі баладағы қан айналым жүйесін жақсарту, сонымен қатар баланың тонусын реттеу. Бала ананың құрсағында жатқан уақытта позаэмбрионада жатып, аяқ қолын бүкілін бауырына жинап алып жатады. И дүниеге келген уақытта оны бірден бала ашып жібере алмайды. Ол кезде ол бізде физиологиялық гипертонус болады. Кейіннен ол 2-3 айында уғасат етуі қажет. Егер де уғасат етілмеген жағдайда ол тонусы қатты болса, немесе керісінше тонусы төмен болса, сондай уақытта көбінесе невропатолог мамандары массажисттерге жіберіп, арнайы массаж тағайындап жатады. Хорошо, Әсем ханым, қараңыз, енді осы жерде бір сұрақ туындайды да. Біз көп естиміз, массаж мамандарынан да, басқа специалистерден де, жалпы аналардың аузынан да, баламда гипертонус, массажалық немесе гипотонус. Енді үй жағдайында қарапайым аналарға, яғни массаж саласынан хабары жоқ ана, жаңа туылған нәрестесіне гипертонус немесе гипотонус бар екенін айқындайтын негізгі белгілерді атап өтсеңіз. Гипертонус дегеніміз, яғни ол баланың өзі аты айтып тұрғандай, гипер, яғни қатты бұлшық еттің қалыпты жағдайдан тығыз болуын айтамыз. Ондай уақытта бала аяқ қолын мүлдем жазбайды, бала көбінесе шалқақтап арқаға қарай жылайды, немесе бала мазасыз, сондай бір ұйқысыз күйде, көп анасымен жаңағыдай контактты көбірек сұрайтын бала болады. Ал гипотонус балалар керісінше ол балалардың бұлшық етінің тығыздығы қалыпты жағдайдан өте төмен болады, яғни бос болады. Ондай балалар мысалға навыктарында дұрыс жасай алмайды. Биомеханика бойынша бастапқы бала туылған уақыттан 4 айға дейінгі уақытты алып қарасақ, 4 айға дейінгі бала не жасау керек? Мысалға басын көтеру керек, болмаса екі қолын тіреп опора жасау керек, оптикалық тұрғыда екі жағына бірдей симметрично қарай алу керек, симметрично аунай алу керек деген сияқты алғашқы навыктарды жасай алмайды. Когда балада гипотонус болса, яғни баланың дамуында кешеуілдеу жүріп жатыр деген сөз. Бұлшық еттерінің тығыздығы төмен болған жағдайда. Енді қараймыз, егер де гипертонус болса, сіздің балаңызда біз баланың тонусын түсіру үшін қызмет жасауымыз керек. Яғни біз ондай уақытта бірінші баланы уқалау, сипалау арқылы және де гипертонус балаға үй жағдайында көбінше біз суға шомылдыруға кеңес береміз. Яғни бала суда өзінің тонусын түсіреді, яғни бала ананың құрсағында жатқан күйді қайттан бастан кешіреді.
сол себепті баланың тонусы жайлап угасать етеді. Ал керісінше гипотонус бала болса, біз ондай уақытта көбінесе уқалау, сипалау демес, моторный антогенез ғылымын ұсынар едік. Моторный антогенез ғылымы арқылы баланың алғашқы навыктарын тезірек үйретіп, баланың поэтапный дамуынан кешеуілдемеуіне жол жасау керек. Ал құрметті оқырмандар, қараңыздар, енді жаңа сұрақтың жауабында бізде бала өзінің уақытына сай аунауы, басын ұстауы, фиксация жасауы, макроэлементтерді яғни фиксировать етіп, олаған қызығушылық танытуы, бұның барлығы гипотонус, гипертонуста ажырататын белгілер. Енді мен описанияда нақты бала қай айында қандай әрекет жасау керек, қай айында басын ұстау керек, қай айында аунау керек, қандай әрекет баланың жасына сай болу керек, описаниеге жазып кетемін, сол жақтан таныссаңыздар болады. Әсем ханым, енді бізде келесі сұрақ, бала негізі детский массажды қай возрасттан бастап алған дұрыс, оған бір қарсы көрсеткіш бар ма бізде, осы айға дейін жасауға болмайды деген? Негізінен бала 1 жасқа дейін 4 курс массаж алуы негізінен міндетті. 3 айында, 6 айында, 9 айында және 12 айында осы 4 курс массаждан өтуі шарт. Себебі 3 айлық балада көбінесе біздің аналар өздері баланы бір жақтамай емзеттіғаны қисық мойын тудыртып алады. Сол үшін 3 айға дейінгі уақытта біз балада міндетті түрде массаж алғанын талап етеміз. Ал егер де анасы үй жағдайында өзі жасай алса, мейлі, ол кезде жасауға болады. Ал 6 айында не үшін ұсынамыз? Ол кезде жаңағы біздегі жамбастан буынындағы ақаулар алғашқы анықталатын уақыт. Сол себепті біз 6 айында тағыдан массаж тағайындайды. 9 айында уже бала еңбектеу керек, алғашқы аяғынан тұрып бастау керек деген сияқты навыктарын балаға үйретеміз. 12 айында уже бала полноценный жүруге деген көмек беру үшін осылай 4 этапқа бөліп қояды. Енді Әсем ханым, қараңыз, біз 3 айлық мерзімінде, яғни үй жағдайында балаға массаж жасаса болады, анасын түсінгеніміз бойынша. Енді бүгінгі мына біздің айдарымыздың бір пайдалы тұсы болсын, біз аналарға қандай қимыл қозғалыс жасайтын, хотя бастапқы стартовый қимыл қозғалысты көрсете аламыз ба? Көрсетуге болады. Естеріңізде болсын, негізінен анасының баласына жасаған массажы ең шипалы массаж болып табылады. Өйткені бала менен ананың ортасында кожа арқылы бір-біріне контакт орнайды ғой. Сол кезде бала өзінің анасы екенін, өзінің бір қорғанысы бар екенін сезіне бастайды. Сол себепті біз көбінесе аналарға өздеріне жасауға кеңес береміз. Ал егер де өздері жасай алмаған жағдайда, яғни біздің қызметімізге жүгініп жатады. Құрметті аналар, сол себепті үй жағдайында мүмкіндігінше массажды өздеріңіз жасағаныңыз дұрыс. Бұл маманға жүгінбе деген сөз емес. Әр нәрсені өзінің маманы жасау керек, техникасы дұрыс жасалу керек. Бірақ одан бөлек сіз қосымша үй жағдайында балаға өз мейіріміңізді бере алуыңыз керек. Себебі бізде балада туылғаннан кейін 6 айлық мерзімге дейін олда бізде сезім мүшелері қатты жұмыс жасайды. Яғни қасындағы адамды ол иісі арқылы да сезеді. Сол себепті баланың терісімен жанасу арқылы, массаж жасау арқылы сіз теңдессіз мейірімді өз балаңызға беретін боласыз. Сол себепті барлығыңызға үй жағдайында, хотя кешкі уақытта шомылдырғаннан кейін болсын, жақпамайлармен кішігірім массаж қимыл қозғалыстарын жасап, балаға мейірім танытуларыңызды ұсынамыз. Әсем ханым, енді қазір уақытта көп тарап кеткен нәрсе ол бізде дисплазия, яғни ұршықтың дамымауы. Осының бірден бір себебін, мысалға медицина саласынан мен өзім көп жағдайда баланың организміндегі кальцийдің жетіспеуінен, екінші мәселе ол жаңағы ұршыққа нагрузка түсіруден деп өз тарапымнан айтылған. Енді массаж маманы ретінде сіз неге қазіргі уақытта дисплазия көп балалардың арасында? Осы сұрақ негізі ең актуальный сұрақ болып тұр қазір. Себебі массажға келген 10 баланың бізде 8-ден дисплазия шығып шығады. Қанша курс оқып жатырмыз, ізденіп жатырмыз, медициналық кітаптарды оқып жатырмыз. Сонда менің бір тұжырымға келгені негізінен көбінесе жаңа сіз айтып жатсыз ғой, медицина саласында, енді мен массаж саласында айтсам, менің байқағаным, когда балада кривошея болады ғой, қисық мойын болған кезде, сол балада 99% дисплазия шығады.
Ал құрметті аналар, араларыңызда может шынында сіздерде де көп шығар. Енді көп кездесетін нәрсе ғой. Дисплазия болған балаңызда осындай белгілер болды ма, или болмаса сіз оны немен байланыстырасыз, және сіздің ойыңыз қандай, комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Әрқайсыңыздың пікірлеріңіз біз үшін маңызды. Енді Әсем ханым, қазіргі уақытта біз білеміз, моторлы онтогенез деген техника шықты. Және бұның бізде массаждан айырмашылығы қандай? Және ол аналарға сіз қай әдісті ұсынасыз? Немесе моторлы онтогенезге жүгіну үшін балада белгілі бір патология или болмаса белгілі бір себептер болу керек па? Моторлы онтогенез дегеніміз жалпы Қазақстанға енді жаңадан келіп жатқан ғылым болып есептелінеді. Қазақ тіліне аударылып енді бізге тарап жатыр. Моторлы онтогенез дегеніміз баланың поэтапно дұрыс даму, яғни баланың даму эволюциясының дұрыс болуын айтамыз. Бала жаңағы 3 айында аунау керек, бірінші еңбектеулердің түрлерін дұрыс еңбектеу керек деген сияқты. Мысалға мен до моторлы онтогенез оқығанға дейін бала просто так еңбектеп кетіп баратыр ма, ол бала значит менде еңбектеді деп мен қоятын тұғым. Ал когда мен моторлы онтогенез ғылымын оқығаннан кейін мен уже білем, ол бала қалай еңбектеп жатыр, может оның бір қолы зажатый болып еңбектеп жатыр ма, или ол бала наоборот раненый партизан болып еңбектеп жатыр ма, может ол бала наоборот бір аяғын, аналар байқасаңыздар, кейбіреулеріңіздің балаларыңыз бір аяғын көтеріп еңбектейді, ол бізде паук еңбектеу, ол дұрыс емес. Бір балалар мысалға червяк болып еңбектеуі мүмкін, бір балалар раненый партизан. Біз главный баламыз орнынан жылжыса болды деген түсінікті, ал негізінен оның түбіне үңіліп қарасақ, бізде какой-то бір рефлекс страдает, может ШТР страдает, или незрелый болды ма, бір қолмен ғана еңбектеу, или екінші қолмен еңбектеу деген сияқты түрлі минустар шыға бастайды. Енді қараймыз, гипертонус балада біз көбінесе моторлы онтогенез емес, ол балаға біз массаж жасаймыз, яғни бұлшық етін босаңсыту үшін. Ал гипотонус балада массажистер өте жақсы біледі. Гипертонус баладан результатты біз тез шығарамыз. Ол балалар тез қағып алады, үйреткен нәрсеңді сразу істетеді. Ал когда балада гипотонус кезде, ол баладан результат шығару өте қиын. И ол гипотонус балаға бір массаждың өзі мүлдем көмектеспейді. Оған моторлы онтогенез керек, яғни ол баланың моторикасымен жұмыс жасай отырып, ол балаға біз навыктарды үйретеміз. Сол себепті гипотонус кезінде моторлы онтогенездің алатын рөлі өте күшті. Жаңа сіз айтып жатырсыз, балаға анасы массаж жасаған дұрыс деп. Мен де оны қолдап отырмын. Анасы баласына массаж жасау керек. Но енді массаж жасағанда прям ол аналар специалист емес қой. Прям бәр жерін уқалап, ЛФК-ларын жасап тастайды. Массаж жасайын деп баланы міндетті түрде шешіндіріп алып, майды кеп ысқылап жасау емес, ол жерде басты мақсат. Қазіргі аналар, енді мен де өзім жасанамын, негізінен мен де баламның алды 10-ға енді толып отыр ғой. Көбінесе біздің ошибка, біз телефонға көп үңіліп кетеміз да. Мен алдыма келген мамашыларға айтатым, пожалуйста, когда сен балаңды емізіп жатқан кезде телефонға қарамашы, қарама телефонға, просто балаңа мейіріміңді бөле, и балаң жатып, сен емізіп отырсың, просто алақан ал, мына алақанды алда, алақанға нулевка салу керек. Мысалға, біздің қазақ халқы өте дана халық болған. Есіңізде болса, біз кішкентай кезімізде қуырмаш деген ойын ойнайтын едік қой. Соны мен осы курста оқып жүрген кезде Ташкентте, сол жерде бізде жаңағы профессор бізге айтты да, қазақтарда деді, оказывается, күшті ойын бар екен ғой, сіздерде қуырмаш деген. Соның ойнаудың принципін білесіздер ме, негізгі түбірін? Біз жауап бере алмаймыз ғой. Оказывается, ол баланың иммунитетін көтеретін точка. Просто так балаңыз емізіп отырсыз, алақанын ашасыз, осылай нулевканы салып, әр саусақтың каналын ашып отырғанның өзі баланың соншалықты моторикасының дамуына, баланың иммунитетіне жай ғана емізіп отырып сіз көмектесесіз. Просто так каждый памперсін ауыстырып жатқанда, міндетті түрде моймен массаж жасайын деп есіктерден бәрін жауып алып, айналаңдағы адамдарды шығарып жіберу емес мақсат. Просто сіз жүргегін ауыстырып жатқанда жатқызыңыз да, аяғын оңға қарай 5-6 рет, солға қарай 5-6 рет, кішкене алып, алға, артқа деген сияқты ЛФК-ларды жасап жіберсеңіз, соның өзі балаға өте үлкен пайдасын тигізеді. Мысалға дисплазияны да дәл солай сіз алдын ала аласыз, баланың иммунитетін көтере аласыз дегенде, оңай түрде оңай шешімін табуға болады. Ал құрметті аналар, бұл бір пайдалы ақпарат болды. Қуырмаш, балапанға бидай шаш, баршаңызға ұсынатын әдіс болып тұр бұл.
шынымды айтсам мен де қазір естіп отырмын бұл нәрсені сіздермен бірдей шок жаңалық болып отыр маған да. Ал сізде әлі сол техниканы қолданатын аналар бар ма? Және ол техниканы сіз қаншалықты жиі жасайсыз? Ойыңызды жаза кетіңіз. Бұл сіздің YouTube каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Пайдалы ақпараттар өте көп болады. Алдағы уақытта басқа маманмен де сөйлесетін. Алдағы уақытта басқа маманмен де біз осындай сұхбаттар жүргізіп тұрамыз. Ал енді моторлы онтогенез туралы толық ақпарат білгіңіз келетін болса, біз алдағы уақытта тағы да осындай видеороликті түсіретін боламыз. Ол жерде оның пайдасы, балаға қандай әдістер арқылы көптеген пайда алып келеді. Себебі шынында моторлы онтогенез қазір енді дамып жатыр. Ол техника туралы ақпаратты сіз міндетті түрде білікті маманнан алуыңыз керек. Біз Әсем ханыммен алдағы уақытта тағы да видеоролик түсіретін боламыз. Ал сіздер қолдап кетіңіздер. Әсем ханым, бүгінгі сұхбатқа сізге өте үлкен рахмет. Уақытыңызды бөлгеніңізге, біздің аудиторияға, мына барша аналарға өзіңіздің пайдалы ақпараттарыңызды бергеніңізге, кәсібіңізге сәттілік тілейміз. Тек қана жемісті болсын, биіктерден көрініңіз. Түркістан қаласына бұдан да жаңа техникаларды, жаңа әдістерді алып келіп, Түркістан шаһарына аты шыққан массажист болуыңызға мен сізге өте тілектеспін. Енді құрметті аналар, егер араңызда Түркістан қаласынан ана болатын болса, Бөбек массаж орталығы Әсем ханымның тікелей өзінің техникасы бойынша массаж алуға мүмкіндігіңіз бар. Бұл жердің мекен жайын, толық ақпаратты, байланыс номерінің барлығын описаниеге қалдырамыз. Сіз өзіңізге қажет массаж түрін осы орталықтан алсаңыз болады. Мен дәрігер педиатр ретінде, сіздердің тұрақты дәрігерлеріңіз ретінде осы орталықты 100% сізге ұсына аламын. Балаларыңыздың дені сау болсын, тек жақсы күнде жолыққанша.